Көңіл бөлу жан дүниемізге кіретін жалғыз есік. Балалар әрдайым белсенді күйде болады. Одан тіпті де шаршамайды. Керісінше үнемі бір қалыпта болудан шаршайды. Адамзат тәрбие беру жолында сенім деген ұлы ұғым бар. Егер адам бойындағы зиянды әдет дағдыларды түп тамырымен бір уақытта жою үшін аз да болса бар күш-жігерімен кіріссе, одан құтылу да қиынға түспес еді. Бірақ та қиыншылығы сонда. Мысқылдап ұзақ уақыт енген жаман әдет дағдыны құрту үшін соншама ұзақ уақыт күресу керек. Мінез күші өзінің мазмұнына байланыссыз түрде ештеңемен айырбастауға болмайтын асыл қазына. Ол тек адамның жан дүниесіндегі табиғи қайнар көздерден ғана нәр алады. Сондықтан адамдағы абзал қасиеттер атаулының негізі ретінде тәрбие бәрінен гөрі күшті, көбірек құнттап сақтауға тиіс.